Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырыбымыз қызыл майдың пайдасы туралы айтатын боламыз. Өсімдік тектес дәрілер. Қазақстанда шығарылатын, мен мақтан тұтатын дәрілердің бірі, әр үйде, әр аптечкада тұру керек. Шөп тектес болғандықтан қызыл майдың еш зияны жоқ. Алдымен менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерге пайдасы туралы және зияны туралы айтатын боламын. Пайдасы: өсімдік тектес күнбағыс майынан алынған. Мұны қызыл майды мұрынға, құлаққа, күйген жерге жақсылап жағатын болсақ, күйгеннің де ізі де қалмайтын болады. Және нәрестелердің, үлкендердің жөтеліне ішіп қабылдауға болады, ішуге де болады. Үйде жаңа туылған нәрестелердің көтеншелері, әтубайлары қызаратын болса, сол жерге жағып қызарғанын кетірсеңіздер де болады. Геморройға да қолдануға болады, бірақ тампон ретінде. Егер де менің каналым сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Басқа да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.